Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Анар каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Керхердің DS6 Premium Plus аквафильтрмен шаңсорғышына толық обзор жасайтын боламын. Бұл шаңсорғышты біз 20 күнде уақыт болды қолданып келе жатқанымызға. Кімдерге арналған? Аллергиямен, астмамен ауыратындарға және де кішкентай балалар бар үйінде, мысық үй ұстайтындарға және тазалықты өте қатты жақсы көретіндерге арналған шаңсорғыш деп айтар едім. Олай болса обзорды бастайық. 2 метрдің үстінде осындай шлангысы болады және шлангыда арнайы осындай тетік бар. Яғни бұл жерде сіз жылдамдығын азайтуға көмектеседі бұл. Шаң сорып жатқан кезде қолдансаңыз болады. Және де осындай телескопический трубкасы бар. Оны да ұзартып қысқартуға болады. Бойыңыз қатты ұзын болса, осылай ұзартып алсаңыз болады. Өте жақсы металдан жасалған, никель. Ары қарай насадкілермен таныстырайын. Бізде негізгі 2 насадкасы бар. Ең басты насадкілерінің бірі ол осындай құрғақ уборкаға арналған насадка. Бұл пол, ламинат, паркет, линолеумды шаңын сорсаңыз болады. Өте жақсы қозғалады. Және де турбо насадкасы өзіме өте қатты ұнайды осы насадка. Кілемдерді соруға және кілемнің жаңағы шаштарды өте жақсы алады. Қазір шаңды сорып сіздерге осы насадкасымен тоже көрсететін боламын. Сіздерге ең негізгі шаңды тазалайтын құрылғымен таныстырайын. Бұның астында тегершігі бар, өте жеңіл қозғалады. Қараңыздар, ашылуы өте оңай, жеңіл ашылады. Осының ішінде, яғни ауа тазаланады бізде. Осындай контейнер болады ішінде. Өте ыңғайлы, қолдануға, жууға өте ыңғайлы. Және екінші мінекей ашып жатырмын. Ол жерде біздің насадкаларымыз сақталған, өте жеңіл ашылады, өте жақсы сапада. Мына жерде бірінші насадкамыз бұл дивандарды сорсаңыз болады, арнайы жұмсақ жиһаздарға арналған. Келесі насадкамыз бұл бұрыштарды, плинтустарды, қолыңыз жетпеген жерлерді, қуыстарды соруға арналған. Және де бұның ішінде осындай сұйықтық болады, бұл пеногаситель деп аталады. Бұны арнайы жаңағы суымызға қосатын боламыз. Онда толығырақ қазір айтып өтетін боламын сіздерге. Мен сіздерге ары қарай контейнерді толығымен көрсетіп өтейін. Контейнердің осындай ручкасы бар, өте жеңіл алынады және өте ыңғайлы жасалынған. Контейнердің өзіне жаңа контейнерге су құятын боламыз. Судың қанша мөлшерде құю керектігі туралы да мына жерде сізге жазылып кеткен, максимум, минимум деп барлығы көрсетілген. Тек қана сол мөлшерлерде ғана суды құямыз. Осындай фильтр болады бетінде. Мінекей осылай ашылады, өте жеңіл ашылады, қолдануға өте ыңғайлы. Әрбір шаң сорып болғаннан кейін, шаң сорғышты пайдаланып болғаннан кейін міндетті түрде контейнерді жуып, тазалап, кептіріп қана сіз қайтадан қолданасыз. Дәл сондай әдіспен ғана сіз пылесосыңызды ұзаққа дейін қолдана аласыз. Шаңда ауамыз қараңыз 3 этаптан өтеді. Бірінші шлангыден өтіп барып, осы сулы контейнерге түседі. Суға түсіп, ол шаң барлығы түседі, қоқыстардың барлығы түсіп, одан кейін осы фильтрдан өтеді ауа. Ауа осы фильтрге түседі, одан кейін барып, артында мінекей 3-ші этапқа ауамыз өтеді. Осыдан 3-ші фильтрден өтеді. Ауаңыз тазарып шығады. Таза ауа. Біз шаңда ауа емес, тазартылған ауаны береді бізге. Өндірушінің айтуы бойынша 99-да 100-ден 98%-ға дейін ауа тазарады екен. Тоққа қосатын кабель осы артында орналасқан. Кабельдің ұзындығы 4,5 метр. Кабельді жай ғана артқа тартсаңыз, өзі жиналып қалады. Ешқандай кнопка жоқ оған. Шлангыны кіргізер жаңағы шаң сорғышқа орнатар кезде 2 шетін басасыз, қатты қысқан кезде, сол кезде жақсы орнығады.
ары қарай мен сіздерге осы шаң сорғышпен шаңды сорып көрсететін боламын. Ең бірінші контейнерімізге суымызды құйып аламыз. Суды өзінің мөлшері бойынша құйыңыздар. Одан кейін пеногасительді саламыз. Пеногасительді міндетті түрде шайқап алыңыздар. Шайқап салыңыздар. Пеногаситель бітіп қалса, өзінің сол сататын жерден сатып алуға болады. Әртүрлі көлемдеріне байланысты бағасы әртүрлі. Осындай кішкентайлары 2,5-3 мыңға дейін сатылады. Біздің үйде жалпы 3 бала бар. Және жалпы өзімнің де шашым түседі, шаш көп жиналады. Қазір 3 күн шаңы сорылмаған кілемнің шаңын соратын боламыз. Мен сіздерге арнайы дауысын қосып қойдым, дауысын естісін деп. Дауысы өте қатты емес, өте жай емес, орташа. Қазір осындай турбо щетканы қолданып жатырмын. Осы шаң сорғышыма қолданып келе жатқан 20 күн болды деп айтқан едім. Өзіме өте қатты ұнады. Бұрын бір 4 айда, 6 айда бір рет кілем жуу орталықтарына кілемдерін беріп тұратын едім, өйткені бұл кілем өте ауыр, далаға да шығып қалуға алмайтын едім. Сондықтан бұл шаң сорғыштың арқасында кілемнің түктері өте жақсы көтеріліп, және кілем толықтай шаңнан тазартылатыны өте қатты ұнайды. Шашты барлығын мен мысалға бұрынғы шаң сорғышым бар кезде бірінші шаң сорғышпен сорып аламын, одан кейін артынан шашын бөлек щеткамен тазалап шығатын едім. 2 жұмыс қылып отыратын едім. Ал қазір мінекей турбо щетканың көмегімен шаштың барлығын өте жақсы алып береді, және шаңның барлығын алып береді. Қазір сіздер видеомен көретін боласыз видеоның соңында. Одан кейін осындай жұмсақ жиһаздардың да шаңын өте жақсы тазартып алуға болады. Насадканың көмегімен өте жақсы сорады. Үйде бала шаға болғасын, әрине шаң өте көп жиналады. Аптасына осылай 2 рет тазартып тұрамыз. Осы шаң сорғыштың әлде қайда бұрынғы шаң сорғышынан ерекше сондай артықшылығы өте көп. Өйткені бұрынғы шаң сорғышпен үйді сорғанда үйден шаңның иісі шығып кететін. Терезелерді ашып қоямыз, шаң сорып болғаннан кейін сөйтетінбіз. Ал қазір сондай таза ауа сезіліп тұрады, тазарып тұрады ауа. Енді мен сіздерге қазір ыңғайсыз болса да, осы 3 күннің ішінде жинақталған шаңды көрсетейін деп тұрмын. Өйткені мен сияқты жақсы шаң сорғышты іздеп жүргендер көп шығар, соларға көмек болсын деп көрсетейін деп отырмын. Мінекей қараңыздар, шаңды қаншалықты жинап бергені. Бұл тек 3 күннің ішінде жиналған шаң. Өте жақсы пылесос. Барлықтарыңызға кеңес берем алуға. Шаңды өте жақсы сорады. Назарларыңыз